өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны немі үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар қойды, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілісте сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай, бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тіріде емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын, күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлде кімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып, бөтен жаққа кетпек түгіл. Өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген.